Армысыздар, сіздермен Киномен. Бүгін біз Тірі өліктер хикаясының 6-шы маусымына шолу жасаймыз. Жалғасын көргіңіз келсе міндетті түрде арнаға тіркеліп кетіңіз. Өйткені 80%-дан астам көрермен бейнені арнаға тіркелмей көреді. Бұл көрсеткіш әрине арнаның дамуын тежейді. Сондықтан арнаға тіркеліп, әдеттегідей 2000 лүпіл жинап, пікір қалдыра кетіңіз. Және Telegram арнаға тіркеліңіз. Ал біз бастаймыз. Ходячие мертвецы. Бірінші бөлім. Александрияға орныққан кейіпкерлер жақын маңдағы кен орнындағы 100 мыңдаған өліктерді басқа жаққа көшірмекші. Өйткені зомбилар кез келген уақытта босап кетуі мүмкін. Оларды ұстап тұрған тек 2 жүк көлігі. Кейіпкерлер өліктер көші ешқайда бұрылмас үшін жолды көліктермен қоршап тастаған. Ал зомбиларды Абрахам, Саша және Дэрил өздеріне алдарқатып бастап келеді. Ең қиыны өліктер ағымын бастапқы жолдан бұру болатын. Топ бұған да жақсылап дайындалған. Жолды бекіткен кейіпкерлер ағымды ойдағыдай бұрып жібереді. Глен бастаған топ өліктер көшін еш нәрсеге алаңдатпас үшін жол бойындағы ғимаратта қалған өліктерді босатып көзін құртумен айналысуда. Кейіпкерлердің ойлағандары жүзеге асуда, бірақ көш тарқамас үшін қадағалап отыру керек. Олар бөлініп бақыламақшы. Әрине, бәрі мүлтіксіз болмайды. Тұрғындар арасында да құрбан болғандар бар. Кейіннен барлығы жоспар бойынша жүріп жатқанда, қала жақтан көлік дауыстағышы бақырып шығады. Әрине, дыбыс өліктердің назарын аударуда. Екінші бөлім. Қаладағы бейбіт халық бір қалыпты өмірлерін сүруде. Мегги өз-өзін жоғалтып жүрген қала басшысы Диананың есін жиюға көмектесіп жүр. Ал Тараны жаңадан келген Дениз есімді дәрігер қарауда. Осы сәтте қалаға шабуыл жасалады. Қасқырлар тобы жан-жақтан бас салуда. Олар жүк көлігімен күзетші ғимаратын қиратпақ болып қақпаға соғылады. Ал жүргізуші дыбыстағышты басып қалған. Көлік үнін Морган келіп өшіреді. Бірақ ол адам өлтіргісі келмейді. Қасқырларша киініп белгі салған Керол басқа амал жоғын айтуда. Әйел солай қауіп күтпеген қарақшыларды қырып, жолдастарына қару апарып береді. Ал бейбіт сүйгіш Морган алдынан шыққандарды таяқтап, естерін жидыртып, достарында қару барын айтып, қаладан қуып жіберген. Тұрғындар солай қаланы қасқырлардан тазартқан. Үшінші бөлім. Бөлімнің басында қаладан шыққан дауыстың кесірінен өліктер тобырының жартысы бөлініп, қалаға қарай бет алған. Рик болса жалғыз өзі көлікті жүргізіп бөлінген өліктерді кері қайтармақшы. Ал қалғандары қалаға бару керек. Артынша көлік дауысы өшеді. Глен мен Мишон бастаған топ жолда өліктерге тап болып, кейбірі мерт болады. Ал Дэрил болса 8 километрден кейін өліктер көшін Абрахам мен Сашаға қалдырып кері қайтқан. Глен бастаған топ сол арада көлік іздеп жүріп, өліктер тобырына тап болады. Олар өліктер көшін тоқтату үшін кішігірім қалашықты жағып жібермекші. Ал бұны Глен мен Николас жасауға келіседі. Мишон болса қалғандарын алып Александрияға бару керек. Бірақ көш осы қалашыққа жеткендіктен бас сауғалайды. Глен мен Николас та өліктер қоршауында қалған, тығырыққа тірелген. Осы арада енді ғана өзгерген Николас дүрбелеңге салынып, Гленге алғысын айтып, өз-өзін атады. Кейіпкер онымен бірге тобырға құлап кетеді. Бұрылысқа қойған жүк көлігін мінген Рик қала жақтан шыққан атыс даусына қарамастан бөлінген өліктер тобырын күтіп отырады. Осы сәтте қаладан шыққан қасқырлар оған шабуыл жасайды. Кейіпкер олардың көзін құртады, бірақ көлігі оталмайды, ал өліктер келіп қалған. Дэрил болса Саша мен Абрахамға қайта келіп қосылған. Төртінші бөлім. Өткен жақта Рик пен Мишон келгеннен кейін есі ауысқан Морган сыртқа шыққан. Ол орман ішінде тұрақтап, өліктерді қырып өртеп жүреді. Ер адам алдынан шыққан адамдарды да аямауда. Солай ол ақылынан алжасып жүргенде, орман ішіндегі үйге келіп, қожайынын өлтірмек болады. Бірақ мықты ер адам оны талдырып, торға қамап тастаған. Ер адамның есімі Истман, және ол өлгісі келген Морганның өзгеруіне көмектеспекші. Истман өз-өзін тапқан психолог, соғыс өнерінің шебері, өмірге не үшін келгенін біледі. Ол тіптен Морганның торының есігін кілттемегенде. Ер адам оған 2 жолды меңзейді: қалу немесе кету. Әлі қуып жүрген Морган оған шабуылдағанда Истман оны сабасына келтіреді. Ақыр аяғында сабасына түскен Морган айкидоның шебері Истманның шәкірті болған секілді. Айкидомен бірге Морганның жаны жай табуда. Және Истманның ұстанымы кез келген өмір бағасыз байлық. Оны қиюға ешкімнің хақы жоқ.
Сол арада ойланып кеткен Морганды Истман құтқарамын деп өліктің тісіне ілігіп қалады. Жаны жай тапқан Морган хәл үстіндегі ұстазының соңғы дәрісін тыңдап, ақтық сапарға шығарып салып, терминуске бастайтын картаны көріп, сол жаққа жол тартқан. Ер адам бұның барлығын достарынан жасырып ұстап отырған қасқырға айтуда. Морган оны өзгерткісі келеді. 5-ші бөлім. Қалаға келген Мишон Мэггиге Гленнің жағдайы белгісіз екенін айтуда. Олар өрт қоя алмаған. Осы сәтте Рик мыңдаған өліктерден қашып келеді. Қақпа сыртында бастапқы топтан бөлініп кеткен өліктер қаптап тұр. Кейіпкер қала тұрғындарына қақпаның шыдауы керектігін, енді өліктер кеткенше тыныш өмір сүру керектігін айтуда. Оған қоса жер астыда үнемдеу керек. Бірақ Диананы тыңдауды қойған, үміттері үзілген адамдар бір күнмен ғана өмір сүрмекші. Оларды Диананың кіші ұлы Спенсер тоқтатады. Қалғандары Гленді өлдіге санаса, Мэгги үмітін үзбей сыртқа іздеуге шықпақшы. Арон оған көмектеспекші. Екеуі солай ұзын сонар жер асты жолмен сыртқа шықпақ болғанда, сыртта өліктердің қаптап жүргенін көреді. Осы жерде Мэгги беріледі. Оның аяғы ауыр. 6-шы бөлім. Өліктердің басты тобын біраз алшақтатқан Абрахам, Саша және Дэрил кері қайтпақшы. Сол арада оларға шабуыл жасалынады. Дэрил солай екеуінен бөлініп қалған. Орманға кірген кейіпкердің мотоциклі де жүрмей қалады. Сол жерде ол екі жас қыз бен ер адамға жолығып, оларға тұтқынға түседі. Олар ер адамды өздеріне белгілі жау сарбаздардың бірі деп ойлаған. Сол арада Дэрил оңтайлы сәтті пайдаланып, заттарды алып қашып кетеді. Кейіпкер заттардың арасында инсулин бар екенін аңғарады. Демек, қыздардың бірі қант диабетімен ауырады. Ер адам артынша оларды тауып алып сөмкелерін береді. Осы сәтте оларға көлікпен Уайт есімді адам жолдастарымен келіп, алған заттарын қайтару керектігін айтуда. Дэрил оларды құтқарып, жасырып алып кетеді. Бұл уақытта Абрахам мен Саша Дэрилді іздеп жүреді. Ер адам сол арадан гранатомет тауып алған. Орманда диабеті бар қыз өлікке тап болып мерт болады. Дэрил екеуін өзімен бірге алып кетпекші, бірақ алдымен достарын табу керек. Жағдай кейіпкер ойлағандай болмайды. Ауру қыз өлгендіктен екеуі топтарына қайтуды ұйғарған. Олар Дэрилдің қаруы мен мотоциклін алып қашып кетеді. Ал кейіпкер болса, орман ішінде жасырылған жанармай тасымалдайтын көлікті тапқан. Артынша ол достарын тауып, үшеуі Александрияға жол тартады. 7-ші бөлім. Глен жолдасымен бірге өліктер тобырына құлағаннан кейін қоқыс салғыш астына жасырынып аман қалған. Біраз уақыттан кейін өліктер тарқағанда ол жәшік астынан шығады. Оның маңына сыртта тентіреп жүрген Имет келген. Қыз оған болған жағдайды айтып береді. Бірақ ер адамның көзіне көрінгісі келмей қашып кетеді. Глен Инетті тауып алып, қыздың қарсылығына қарамастан өзімен бірге алып кетпекші. Екеуі солай Александрияға келіп жетеді, бірақ ішке кіре алмайды. Морган болса дәрігер Денизді тұтқынын емдеуге алып барады. Оны Керол байқап, ер адамның бір дүниені жасырып жүргенін аңғарған. Сол арада Глен жақындарына шар арқылы белгі береді. Артынша әрең тұрған ғимарат қақпаны баса жерге құлайды. 8-ші бөлім. Ғимарат құлап қақпаны қиратқаннан кейін құмырсқаша қаптаған өліктер қала аймағына енуде. Адамдар абыр-сабырда үй-үйге кіріп қашуда. Осы арада Диана жарақаттанған. Глен де қалаға өліктердің еніп жатқанын көріп, қарсы бағыттан ішке кірмекші. Бұл уақытта Дениз Морганның тұтқынының жанында отырады. Морган кешігіп кеткендіктен қыз оған жақындап емдемекші. Джессидің үйіне жасырынған кейіпкерлер Диананы өлік тістеп алғанын анықтайды. Оның уақыты санаулы. Осы арада Джессидің үлкен ұлы Рон Карлға шабуылдайды. Оларды Рик соңғы сәтте өліктерден құтқарып қалады. Бірақ Карл шын мәнінде не болғанын айтпайды. Артынша өліктер үйге қаптап кіреді. Морганның үйінде отырған Керолда жертөледе алжыған қасқыр отырғанын көреді. Әйел оны өлтіргісі келеді. Бірақ жолында бейбіт сүйгіш Морган тұр. Ер адам Керолды талдырып тастағанда қасқыр Морганды ұйықтатады. Артынша бұл жерге тара бастаған топ келеді. Қасқыр болса Денизді кепілге алып кетіп қалады. Джессидің үйіне өліктер қаптағандықтан олар үстеріне өліктер қанын жағып сыртқа шықпақшы. Ал Диананың өмірі енді өз қолында. Солай олар қаптаған өліктер арасымен сыртқа шығады. Мама! 9-шы бөлім. Бөлімнің басында Дэрил бастаған топты байкерлер жолдан күтіп алады. Олар кейіпкерлердің барлық заттарын тартып алмақшы. Все, что у вас есть, теперь принадлежит Ниггану.
Бұл топ өздерін құтқарушылар деп атайды. Және олар бұнымен тоқтамай кейіпкерлердің тұрағын көрмекші. Осы сәтте Дэрил оңтайлы сәтті пайдаланып, оларды гранатометпен жарып тастайды. Ал қаладағы сыртқа шыққандар өліктер арасымен келеді. Өліктер тым көп болғандықтан Рик жоспарды өзгертіп, кен орнындағы жүк көлігін әкелуді ұсынады. Ал сәбиді діндарға қалдырады. Ол барлығы аяқталғанша шіркеуде күтпекші. Осы уақытта Глен мен Инет шіркеуге кіріп, қоршауда қалған Мэггиді құтқаруды ойластырады. Бұл уақытта кеш батқан болатын. Өліктер арасымен келе жатқан Сэм дүрбелеңге салынып, өлікке жемтік болады. Оның артынан анасы Джесси де аттанады. Жақындарының өліміне Рикті кінәлаған Рой қаруын кезенуде. Мишонға оны өлтіруге тура келеді. Бірақ оның атқан оғы Карлдың көзіне тиген. Қасқыр Денизді алып сыртқа шықпақ болғанда, қызды құтқарған ер адамның қолын өлікті істеп алады. Қыз оның өмірін құтқару үшін дәріханаға апармақшы. Осы арада оны Керол атып тастайды. Артынша дәріханаға Рик пен Мишон Карлды алып келеді. Дениз қолынан келгенін жасауда. Өз-өзін жоғалтқан Рик сыртқа шығып өліктермен айқасуда. Қалғандары да оған көмекке шығады. Солай қанаттанған тұрғындар сыртқа шығып айқасуда. Оларға діндар Гебриэл мен қорқақ Юджин де қосылған. Глен мен Инет тығырыққа тірелген Мэггиге көмектесуде. Глен өлім аузында қалғанда Саша мен Абрахам келіп құтқарып қалады. Дэрил көліктегі барлық жанармайды сол маңдағы көлге төгіп жағып жібереді. Өліктер отқа қарай жүріп шеттерінен құруда. Азанда барлығы тынышталады. Қала іші толған дене. Карлдың да жағдайы бір қалыпты. Рик барлығымен бірге иық тіресіп шайқасқан кезде өзінің орны осында екенін түсінген. Ол берілмей осы жерді көркейтпекші. 10-шы бөлім. Арада шамамен бір ай уақыт өткен. Рик пен Мишон бірге секілді. Ал бір көзді Карл аман есен. Александрия бұрынғы тыныш қалпына келген. Рик пен Дэрил сол арада сыртқа шығып керек жарақтарын іздеп жүргенде Иса есімді адамды жолықтырады. Рик оны өз тобына қосқысы келгенімен ер адам асығыс кетіп қалады. Кейіпкерлерді алаңдатқан Иса азық-түліктерге толы көліктерін ұрлап кетеді. Екеуі оның соңынан қуып, көлік ізімен жүріп отырып, жолда қалған Исаны ұстап алады. Кейіпкерлер жігіттің аяқ қолын бос байлап, жолға тастап кетіп қалады. Бірақ жігіт көліктің үстіне шығып алған. Олар солай жігітпен қоласпақ ойнап жүргенде азыққа толы көлік көлге батып кетеді. Екеуі Дэрилдің өмірін құтқарып, есінен танған Исаны тастамай, өздерімен қалаға алып келеді. Ес-түссіз жатқан жігіттің қол-аяғын байлап жер төлеге жатқызып қойған. Артынша Рик пен Мишон сезімге беріліп, оңашаланып жатады. Рик, проснись. Надо поговорить. 11-ші бөлім. Топ кез келген тығырықтан шығып кететін Исаны тергеуде. Ер адам бұл жерді зерттеп тастаған. Оның да дәл осындай тұрағы бар. Сондықтан ол екі мекен арасында сауда-саттық жасағысы келеді. Исаның тұрағын көргісі келген Рик адамдарын бастап шығады. Олар жолдан жол апатына ұшыраған Исаның адамдарын тауып, оларды құтқарып алып кетеді. Біраз уақыт өткеннен кейін олар Хиллтоп деп аталатын жерге келеді. Қамалдың ортасында үлкен үй орналасқан. Ал басқарушының есімі Григорий. Ер адам қонақтарымен сөйлеспес бұрын олардың жуынғанын қалайды. Рик онымен тіл табыса алмайтынын түсініп, онымен сөйлесуге Мэггиді жібереді. Әрине келіссөз оңайға түспеуде. Өйткені Григорий өзін өркөкірек ұстап, керектісінің бәрі барын айтып, сауда-саттық жасағысы келмейді. Бірақ Иса Риктен Григорийді көндіруге мүмкіндік беруін сұрайды. Осы арада Хиллтопты Ниганның құтқарушылар тобы қысымға алып жүрген анықталады. Және Итан есімді жігіттің бауырын кепілге алған. Итан бауыры үшін Ниганның бұйрығымен Григорийді пышақтап тастайды. Рикке оны өлтіруге тура келеді. Артынша жағдайды өз қолына алған Иса топқа жағдайды түсіндіреді. Ниганның құтқарушылары Хиллтопты қысымға алып, азық-түліктің жартысын алып отыр. Сондықтан Риктің тобы келісім ұсынады. Кейіпкерлер Хиллтопты Ниганнан қорғаса, азықтың бір бөлігін алады. Жаралы Григорийге олармен келісуге тура келеді. Артынша кейіпкерлер азық-түліктің жартысын тиейді. Ал Мэгги мен Глен Узи арқылы іштегі шақалақты көруде. 12-ші бөлім. Адамдарына бір айға жетерлік азық алып келген Рик тобына әрі қарай не істейтіндерін айтуда. Оларға ерте ме кеш пе бәрібір құтқарушылармен қақтығысуға тура келеді. Бірақ шешімді бәрі бір ауыздан қабылдау керек. Онымен тек Морган мен Арон ғана келіспеуде. Сондықтан олар соғысты бірінші бастамақшы. Сол арада Юджин Розиттаны тастап кетеді. Өйткені оның жүрегі Сашаны қалауда.
Хилл топтан бір жігітті жандарын алған кейіпкерлер құтқарушыларға қарсы жоспар құруда. Солай олар алдымен Григорийге ұқсайтын өлік іздеп, оның басын құтқарушыларға алып бармақшы. Солай Хилл топтың адамы түн жарымда Григорийдің басы деп өліктікін көтеріп құтқарушыларға барады. Барлығы жоспар бойынша жүзеге асады. Олар күзетті өлтіріп, тұтқынды босатып, ішке еніп, ұйқыда жатқан адамдарды жайратуда. Бірақ сол арада құтқарушылардың бірі дабыл дыбысын қосады. Солай іште атыс басталады. Қару қоймасын басып алған кейіпкерлер құтқарушыларды қырып тастайды. Бірақ топ Ниганның қандай екенін білмейді. Ол өліме тіріме белгісіз. Сол сәтте мотоциклмен біреу қашпақ болады. Оның рациясына Кэрол мен Мэггиді тұтқынға алған бір әйел байланысқа шығады. У нас тут Кэрол и Мэгги. Думаю, нам есть что обсудить. 13-ші бөлім. Түнде қырғын жүріп жатқанда сырттағы Мэгги мен Кэролды құтқарушы әйелдер тұтқынға алған. Рик олардың достарын екі әйелге айырбастауды ұсынуда. Бірақ олар ақмақ емес, сондықтан тұтқындарды алып басқа жаққа кетеді. Кэрол олардан аяғы ауыр Мэггиге тиіспеулерін сұрауда. Артынша құтқарушылар бастапқы топ келгенше кейіпкерлерді тергей бастайды. Сол арада өтірік қорқақ болып отырған Кэрол Ниган деп олардың барлығын атайтынын естиді. Біраз уақыттан кейін әйелдер Рикпен байланысқа шығып айырбас жасауға келіседі. Бірақ олар бұл жерден кетіп қалмақшы. Әрине Кэрол оңтайлы сәтті пайдаланып, қол аяғын босатып, Мэггиді құтқарып қашпақ болады. Бірақ Мэгги оларды тірі қалдыруға болмайтынын айтуда. Екеуі солай біреуін жайратып, қаруланып, қалғандарын іздеп шығады. Бірақ Кэрол өз-өзіне ұқсайтын емес. Ол қарсыластарын атқысы келмесе де, олардың көзін құртады. Артынша құтқарушыларға көмекке келген адамдарды өртеп жібереді. Солай екеуі аман шығып, жақындармен қауышады. Рик тұтқыннан Ниганды сұрауда. Я Ниган, дубина. Мне жаль, что так вышло. 14-ші бөлім. Құтқарушылардың көзін құрттық деп ойлаған кейіпкерлер күнделікті өмірлеріне оралған. Морган болса келесі жолы біреуді өзгерту үшін жер төлесіне қапас жасауда. Террел мен Розитта дәрігер Денизбен бірге дәрі алуға сыртқа шығады. Олар солай шалғайдағы дәріханаға келіп дәрі алып шығады. Қайтар жолда жол қысқартпақ болған кейіпкерлер темір жол бойымен келеді. Дениз қатал әлемге үйрену үшін әдейі сыртқа шыққан. Олар солай сөйлесіп тұрғанда басына жебе келіп қадалады. Құтқарушылар оларды қоршап алған, және тұтқынға жалғыз жүрген Юджин түскен. Денизді Дэрелдің арбалетін ұрлап кеткен Дуайт өлтірген. Оларға көмекке Абрахам келеді. Атыстан кейін Дуайт адамдармен қашып кеткен. Ал үшеуі жаралы Юджинді алып тұраққа қайтқан. Артынша Абрахам Сашаға сезімін білдіреді. Жақындарынан айырылып, адам өлтіруден шаршаған Кэрол қоштасу хатын жазып, өзін іздемеуін сұрап кетіп қалған. 15-ші бөлім. Рик бұл әлемде өздеріне қауіп төндіретін адам жоқ деп ойлайды. Ол өз күштеріне сенімді. Террел болса Дениздің кегін қайтару үшін сыртқа шығып кетеді. Оның артынан Глен, Мишон және Розитта аттанады. Ал Рик пен Морган Кэролды іздеп кетеді. Бұл уақытта көлікпен кетіп бара жатқан Кэролға жолдағы адамдар шабуылдайды. Олардың құтқарушылар тобынан екен айқын. Әйел дүрбелеңге салынып, олардың кеткені дұрыс екенін айтуда. Құтқарушылар оны өлтірмек болғанда, Кэрол өздерінің көзін құртады. Бірақ біреуі аман қалған. Артынша қырғын болған жерге Рик пен Морган келеді. Екеуі қан ізін тауып, Кэролды сол жақта деп ойлап, іздің артынан жүріп отырады. Бұл уақытта Дэрелдің артынан шыққан топ ер адамды тауып алады. Бірақ өзін кінәлі сезінген кейіпкер қайтқысы келмейді. Онымен бірге Розитта аттанады. Сол арада Глен мен Мишонды құтқарушылар ұстап алады. Кэролдың ізіне түскен Рик пен Морган бір фермадан ер адамды жолықтырады. Жылқысын іздеп жүрген адам қашып кетеді. Морган Риктің жақындарына керегін айтып, кері қайтарып, өзі Кэролды іздеуін жалғастырады. Александрияда жүкті болғанына бірнеше ай ғана болған Мэггидің жағдайы қиындауда. Ал Дэрел мен Розитта Глен мен Мишонды құтқармақ болып қолға түсіп қалады. Переживешь. 16-шы бөлім. Жағдайы ауырлаған Мэггиді Рик бастаған топ Хилл топқа апармақшы. Ал қаланың қорғанысын діндарға тапсырған. Жолдан ерттеулі жылқы тапқан Морган жаралы Кэролды да тауып алады. Ер адам оның жарасын емдеп, азанда кері алып кетпекші. Сол арада Хилл топқа жол тартқан кейіпкерлердің алдынан құтқарушылар тобы шығады.
Рик олармен шайқасқысы келмейді, бірақ жолды жауып тастаған. Сондықтан кері қайтқан кейіпкерлер басқа жолды іздеуде. Олар айналма жолмен шыққанда алдарынан құтқарушылар тағы күтіп тұрады. Оларға тағы артқа бұрылуға тура келеді. Кэрол болса Морганның сыртқа шыққанын пайдаланып қашып кеткен. Ер адам атына мініп оны іздеп шығады. Рик бастаған топ ештеңкеге қарамастан Мэггиді Хиллтопқа апармақшы. Артынша олардың алдарынан шынжырға байланған өліктер шығады. Біреуінде Мишонның шашы болса, екіншісінде Дэрилдің жебесі қадаулы. Осы сәтте оларға шабуыл жасалынады. Тығырықтан шыққан Рик олардың әдейі тіке атпағанын түсінеді. Өйткені құтқарушылар оларды алда күтіп тұр. Ал қаңғырып жүрген Кэролды өзі жаралаған құтқарушы ұстап алады. Ер адам әйелді қинап қол аяғын атуда. Осы сәтте Морган келіп, оны өлтіруге мәжбүр болады. Артынша оларға жылқысын жоғалтқан сауыт киген ер адам жолдасымен келіп, көмегін ұсынады. Рик бастаған топ болса тағы тығырыққа тіреліп, құтқарушылардың осал еместігін түсіне бастайды. Құтқарушылар кейіпкерлермен ойнап жатқан секілді. Артынша кеш деп атады. Рик көлікпен Юджинді жіберіп, өздері Мэггиді алып Хиллтопқа жаяу бармақшы. Осы сәтте барлығы Юджиннің қорқақ емес батыр екенін түсінеді, тіптен өзі де. Бірақ құтқарушылар олардың әр қадамдарын білген. Кейіпкерлер тұзаққа түседі. Олардың қолдарында Юджин де бар. Кейіпкерлер тізерлеп отырады. Артынша жандарына Мишон, Глен, Розитта және жаралы Дэрилді қосады. Осы сәтте қолына таяқ ұстап Ниган шығады. Ер адам кейіпкерлердің өз адамдарын өлтіріп, өміріндегі ең үлкен қателік жібергендерін айтуда. Және топ басшысы Рик жақын арада өкінетін болады. Бұл жаңа әлемнің тәртібі осындай. Слушай внимательно. Будете работать на меня. Вы делитесь со мной. Или я вас убью. Вы жили в курятнике, что-то там строили, и вы далеко не в безопасности. Теперь это ваша жизнь. Тебе ясно? Ниган оларды өлтіруді ойламайды. Оған тірі қызметкерлер керек, бірақ құрбандық шалыну керек. Сондықтан ол біреуін таңдамақшы. Бұл сәт қатал, шиеленіске толы. Ниган ақыры таңдауын жасайды. Ого! Да ты чемпион! Осылай 6-шы маусым аяқталады. Жалғасын көргіңіз келсе, арнаға тіркеліп үліпілдеріңізді аямай басып, пікір жазуды ұмытпаңыз. Және Telegram арнаға тіркеліп кетіңіз. Сіздермен Киномен.